Assalamualaikum kanal көрермендері. Mana қазір Махмұт ағамыз келіп тұр. Созақ өңірінен. Ана маге шылаушын қалай екен? Жақсы. Мына Алла берекесін берсін деп Махмұт ағамыз бүгін ешкіге ауыстырып жатыр. Қазақ ешкіге. Әркім өзінің жәндегі бұйырғанына шама-шарқы келгенше біз бере береміз. Мына қазір ящиктерге салатын боламыз. Созақ өңірінен келіп тұр қазір Махмұт ағамыз. Одан кейін шылаушындарды өзіміз осы кісімен ауыстырып, Құдай қаласа 10 квадрат метрге жаятын болады. Сол азықтармен бірге. Ішінде көрдіңіз бе, арбуздарымен. Папа, кетіңдерін жақпай ма? Мына шылаушындар. Көрдіңіз бе? И одан кейін шылаушындардың менде в основном аналықтар. Міне, көріп тұрған болсаңыздар, бәрінде кальций бар почти. Міне. Осылардан мынаның бәрі ұрық болып шығады. Шылаушыны шақпай ма? И Құдай қаласа, бұның ішінде де біразында ұрықтары бар. Бұл ұрықтардан 1-ден 23 тұққа дейін шығады. Құдай қаласа, Алла берекесін берсін. Мәке, қалай өзіңіз разысыз ба, көріп тұрсыз ба? Мәкеңе мен тағы да еще бонусымен берем деп отырмын өзім. Құдай қаласа, енді Алла берекесін берсін, Мәке. Ал. Рахмет. Мына канал көрермендері, жаңағы созақтық Махмұт ағамызға осы 6 бас ешкіге 1 квадрат метр шылаушын ауыстық. Мына 6 бас ешкі кәдімгі өзіміздің жергілікті қарапайым ешкілер. Алла берекесін берсін. Алдында да айтқанбыз, бұл ешкілер енді жайылымға кетеді бізде. Алдында да айтқанбыз, кез келген 4 түлік малға ауса береміз шылаушындарды. Осы кәсіппен айналысамын деген нақты қызығушылар болса, осылай ауыстырып бере береміз. Сиыр болсын, қой болсын, жылқы болсын, ешкі болсын, көлікке де ауыстыра береміз. Себебі барлық адамның жағдайына да кіре білу керек. Мына осы ешкілер. Мына көрермендер, Аллахтың қалауымен қазір ағамызға созаққа 14 коробка кетті ма? 14 коробка шылаушын кетті бонусымен. Осылай келіңіздер, көңілдеріңізден қалағанын алып кетесіздер, Құдай қаласа. Ал енді аға, өзіңіз бір нәрсе деп жіберіңіз, шылаушын тығыздығы қалай екен, өзі семіздігі, кальцийлары Бәрі жақсы екен, семіз бәрі бордан қалаған екен. Құдай қаласа сіздер де алыңыздар, көбейтіңіздер, таза өнім деймін. Көңіліңізден шығатын не берілді, бағаға берілді ме бастысы? Келісім жақсы болды, көңіліңізде жақсы болды. Ал, мейлі онда, Алла берекесін берсін дейміз сізге де. Кез келген уақытта біз сізге кеңес беріп, осы алғашқы жетістікке жеткенше өзіміз сізбен байланыста боламыз. Жақсы.